Ассалаумағалейкум, оқырмандар, ассалаумағалейкум қазақ елі, баршаңызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік, берекеге, мерекеге толы болсын. Біз әдеттегідей эфирге дайынбыз 14:30-да. Бірінші арна Евразия каналы қосылып болсын. Бүгін қызыққа толы, шытырманға толы эфир болады. Let's go everybody. Главныйларынан түсірсеш қалады. Демалысты керемет өткізген жандарды түсірейік бірінші рет. Демалысыңыз керемет өтті дейді. Иә? Пострелді, кем оны түсірді? Қасыңызға Даниярды алып алдыңызда бір қыз тауып бердіңіз. Қандай қыз? Тауып бердің? Тауып бердіңіз, олай емес па? Тауып жүрмеш оны? Ол қыз мен езі жестім. Ол қыздан бөлек неше түрлі қыздар болған ол жақта. Мәссаған. Ехала. Әттең басымыз. Ал. Демек сізге ұнады? Маған өте ұнады. Бірақ ерте қайт кеткеніміз болмаса, кішкене қалуға болды. Неше түрлі қыздар болды дейді. Енді, конечно, ұнайды ғой Даниярға, иә? Иә. Сіздерге ше? Жақсы болды, мен жанында қызым бар ғой. Жылап жүрген. Маған мама деді. Неге Ақеркені алып бармадыңыздар? Келді ғой? Ақерке, сөйтіп сіздің демалысыңыз аса қызық болмай қалды, Не, иә? вообще қызық болмады. Барғаныңыздан пайда болмады, иә? Тауды Отырсызға. көрейін деп барып қайтқан болар. Айтарлықтай тауда бір неде жоқ екен. Мен просто кеше көштім да, қолым бос болған сосын кеш барып қалдым. Алтын балық ұстап алсаңыз қандай тілек айтасыз? Үшеу ма, біреу ма? Үшеу. Ең бірінші тілегім отбасым всегда аман болсын, қалағандары болсын. Екінші тілегім денім сау болсын, өзім жақындарымның жақсы нәрселерім. Үшінші тілегім ақшам көп болсын. Ақшаңыз көп болсын. Солай екен. Ернар, қалайсыз? Жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй шикарно, балдежно. Сіздің демалысыңыз қалай өтті? Демалысым ойдағыдай. Егер де сиқырлы таяқша болса, нені өзгертетін едіңіз? Біраз нені өзгертетін негізі. Соның бірі, ең бірінші. Ол проектке қатысы бар ма? Жоқ. Жоқ, иә? Өзіңіз білесіз? Қатысы болсын болмасын. Соның бірі кезінде өзім қалаған арманымдағы бір нәрсені жасайтын едім. Менің жұмысыма, мамандығыма байланысты. Сол кезде өзімнен сол нәрседен баз кешкем, бергім кетпейді, қолынан жетпейді деген сияқты. Бірақ все же сол кезде соны таңдап, атмосферасын чувствовать етіп көргім келеді. Ол не нәрсе екенін айта алмайсыз ба? Сол өнерге қатысты, менің мамандығыма қатысты кезінде содан баз кешкем. Мамандығыңыз қандай сіздің? Менікі автоматтандыру және басқару. Бірақ мен басқа мамандық таңдаймын. Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Тиктокта көрген шығарсыз, Аяна басқа жігіттің қасында жүр. Прикинь, бір жігіттің қасында тұр. Зонтик ұстап алған. Кеше маған стримде бәрі айтты. Арқасына біреу ұстап алған дейді мысалы. Удалить етіп айттым. Соны таңда, не мен таңда. Біреуін удалить етті. Мен номерімді удалить етті, немесе соны удалить етті. Атақ еркек істейді десе істейді екен. Удалить еткізіп салған. Чота! Мен саған удалить еттім. Сұрамай атыр удалить етті Корейдегі дорамадағы балалар не? Қазақтың енді сол дорамадағы ше әйелді жөндіктіңіз ғана сұрамай. Атпалдай қазақтың бой десе түрі Жоқ, бар. Мейрім ханым, олар дорамада да, а бұл менің жанымда. Просто почувствуйте разницу. Ну енді, мен емес қой енді. Алдау. Ойбай, а мен сен жанымда екен ғой деп жүре салды. Ой, Аллай. Неге күліп жатыр деп ойлайсыздар, құрметті оқырмандар? Адам деген суретке түсеміз. Нәскиін киіп алған қарсы. Жақсы ма мысалы адам деген суретке түсейді. Ол нәскиін киіп алған. Байқамай қалған ғой, келді, ей, нәскиін шешші дейді. Аяна, сиқырлы таяқшаңыз болса, нені өзгертетін едіңіз? Нәскиімді дейді. Ержастың бойын заттап едіңдеші. Ризап жүр. Хотя армандап жүрейінші. Айтыңыз ол. Қолымда палочка болса ма? Мен қазір айтсам болады. Мен қасымдағы адамды түріп жіберетін едім дейді, фотодағы. Жоқ, мамамды алдырып алатын ба? Солай екен. Алып алатын. Енді қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Күшті. Ағаңыз сізді неге демалысқа апармады? Демалысты мен істемей.
мен демалыста борып жасап Тауға. бос болмадым. Сізді Ижноға тастап кетіп қызын алып кетті тауға, иә? Не деген аға мынау? Сөйтіп сіз ағаңызға ақша салдыңыз ба? Ақша бұл жолы саған жоқпын. 7 майдың сыйлығы сонымен қалды. 7 майдың сыйлығын беріп қойғам ақша. Бердіңіз, салдыңыз, салат деп айтты ғой. Сіз қолыңызда сиқырлы таяқша болса, не нәрсені өзгертетін едіңіз? Өзімнің, наверное, өзім идеальный тұрып құрастырып алатын едім. Бой жағынан болсын, түр жағы, любой жағынан өзіме идеальный тұрып құрастырып алатын едім. Айнұр, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Қолыңызда сиқырлы таяқша болса, не нәрсені өзгертетін едіңіз? Өзгертетін еш нәрсе. Ештеңе. Егер сол дүниелердің барлығы болмаса өмірде, адам қазіргі таңда қандай сондай болмайды еді деп ойлаймын. Сол себепті барлығына разымын. Ал алтын балық ұстап алсаңыз, қандай тілек айтатын едіңіз? Алтын балық ұстап алсам, бүкіл дүниедегі балалар емес, жалпы адамдар жазылып кетсе екен, денсаулықтары мықты болса екен деп ойлайтын едім. Біріншісі. Екіншісі, кредиттар бәріміз құтылып кетсек, иә? Ипотека, кредит, күшті ғой, рахат. И болды, екі желание. Үшінші, адал күшті жар болса деп ойлаймын. Өйткені біздің ішіміздегі отымыздың сөнбеуі сол адамдарға байланысты. Солай екен, мәне деген тілек. Дания, сиқырлы таяқшаңыз болса, қандай дүниені өзгертетін едіңіз? Қандай дүниені? Өмірімде ме? Иә. Осы бар жинаған опытыммен 6 классқа ма қайтып баратын. Ойбай, неге? Оқитын едім, сабақ оқу үшін қайттан баратын мен. Оқып, кішкене білім. Сабақ нешеге оқығансыз? Қанша оқыған? 4-5 оқыдым. Мынандай гуманитарный жақ барлығы 5 болатын. Математический, физика, алгебра, солар 4 болады. Үн тапсырдыңыз? Жоқ, 10 класстан кетіп қалдым. 10-нан кеттіңіз. Ондан кейін 4-ші колледжға кетіп қалдым. Қандай мамандық бітірдіңіз? Еті және баққа. Есептеуіш техника және бағдарламалық. Өзіңіз есептен жоқпын деп. Еще сондай. Жоқ, үйде бәріміз программистпіз. 4 ағайын, 4-еу де программист. 4 ағайындысыз сіз? Иә. Қанша ағаңыз бар? 3 ағаңыз бар, сосын сіз 4-еуіңіз де ұлсыздар ма? Мәссаған. Сіздерге тезірек келін керек екен. Иә. Ал Расул, қалайсыз? Ассалаумағалейкум баршаға, қайырлы күн. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір Аллаға, барлығы күшті. Демалысыңыз қалай өтті? Демалыспен өтті. Жалпы ары бері өзіміздің жеткендермен. Расул, негізі сіз қай жақта демалған жақсы көресіз? Қай жақта демалған жақсы? Қандай демалысты ұнатасыз? Мысалы, мен алдыңғы жұма күні жаңа көңілді кеш жандай бар деп жатамыз ғой. Соған сіздің бармағаныңызды естідік. Иә? Сізге қандай жерде демалған ұнайды дегенім ғой? Қандай жерде, мысалы, андай нәрсені ұнатамын ғой мен. Тауда ма? Кино көріп, кинотеатрға барып, кино көріп, досыңды или қасыңдағы жолдасыңды алып алып, соны кофе ішіп әңгімелесіп, кешке серуендеп, сондай демалысты мен нағыз демалыс деп айтамын. Шу билеп, ондай мен демаламаймын, ондай нәрсе. Қызық болуы мүмкін, бірақ демалыс деп айтамын. Демалыс деп айта алмайсыз. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Сіз қандай демалысты ұнатасыз? Мен ба? Айта берейін ба? Кеше демалдым. Қымыз ішіп, партия етіп, массаж деген сияқты. Егер де сізде бір сиқырлы таяқша болса, не нәрсені өзгертетін едіңіз? Сиқыршы таяқшы болса ма? Иә, бір кез келген нені өзгерте алатын қолыңызда таяқ болса. Қиын екен, негізі көп қой вариант. Бүкіл адамның жүрегіне иман беретін. Солай екен, құрметті оқырмандар. Сенесіздер ме Әлішердің осындай бір тілегіне, арманына? Мен өте жақсы адаммын. Ақтолқын, көңіл күйіңіз қалай? Барлығы керемет. Демалыс күні мен Ақтолқынның бір жанды есіне алғанын байқап қалдым. Неге деп қалдым? Қалай деп? Үміткеріңіз ренжіп қалған жоқ па? Ренжімеді. Мысалы, 1000 сұрақтың ішінен сол сұраққа тоқталып, сол жанның түрі бар видеоны жүктеп. Иә, ол жанның өзі де жазды ғой, сұрақ қойды, сол сұрағына да жауап бердім. Ол жанның өзі жазды. Не деп жазды? Сіздер әлі араласасыздар ма? Жоқ, араласпаймыз. Сол таныстық
жаңағыдай не үшін ат атала береді дегеннен кейін ол өзі сұраққа тағы маған сұрақ қойып жазды. Сосын сіз жауап бердіңіз. Иә, жауап бердім, бірақ ондай Демек, сіз әлі жоқ экс таныстықта болған жігіттердің видеосын өшірмегенсіз. Я негізі басынан бастап бар менде, прикиньте. Бірінші таныстықтан бастап видеолар бәрі бар. Мәссаған. Мадина, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Таныстығыңыз қалай? Жақсы. Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі. Егер қолыңызда сиқырлы таяқша болса, сіз нені өзгертетін едіңіз? Өзгерту керек па? Иә. Басқа мемлекетте туылар едім. Туылар едім? Иә. Мысалы, қай мемлекетте? Мысалы, США? ақш-та туылғыңыз келеді деп, ақш сізге ұнайды. Иә, ұнайды. Сол жақта тұратын едім. Сол нәрсені өзгертетін едім. Все. Демек, қазақ болмайтын едіңіз. Солай екен. Қазақ болмайтын едім де қойма. Солай екен. Андай, қалай андай қара нәсілді қыздар болады. Мен сондай нет, например, маған. Сондай қыз болады. Еще десем. Солай. Қазір өзіңізді әппақ сездіңіз. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Соңғы кезде көрінбей жүрсіз. Я көрінбей кеткен себебі мен университетте дипломдық жұмыс жазып жатқан болатын. Сол себепті эфирға кейде келе алмай қалып жатырмын. Сіз алтын балық ұстап алсаңыз, қандай тілек айтатын едіңіз? 3 желание ма? Әлде бәрібір ма? Үшеу ма? Біріншісі бүкіліне жақсы болатындай соғыс болмаса екен деймін. Ал екіншісі ұша алсам екен деп. Ал үшінші бір желанием бар, бірақ мен оны бүкіліне айта алмаймын. Солай екен. Үшінші тілегі бәрімізге қызық, құрметті оқырмандар. Өздеріңіз сұрап алыңыздар Назымға. Қалайсыз, Нұрсұлтан мырза? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Біз бүгін жігіттермен демалыс түрлері туралы сөйлесіп жатырмыз. Сізге қандай демалыс түрі ұнайды? Маған ба? Иә. Маған тау, пау, мау, сау деген ұнамайды негізі. Ұнамайды. Шың, тау, мау деген. Маған бір летникте, кафеде бар, летниктен үстін су шашып тұрады ғой, олайдан ше. Солай, 3-4 қыз ана столикте отырады, қарап болады. Мұздай квасты ұстап алып, әңгімелесіп, бір жанын жайсан адаммен, ақыл сұрайтын адаммен ақыл сұрап, әңгімелесіп отырған. Вот, для меня. И екіншісі мен собачий бой, қораз тойды естігенде бар, сол жақта біз рингтерге бар, чемпионаттарға бар, сол жақта көрген кісілермен әңгімелесіп, сол мен демалысым. Солай. Біздің ержігіт мырза қазір бос емес, осылай бәрін түсіріп жүреді. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Сіз соңғы күні келмей қалдыңыз, қызыңыз ренжіп қалған күні. Сіздер ренжісіп қалған күні. Иә. И көбісі ақталғысы келмеді, сол үшін келмей қалды деген кішкене сондай пікірлер болды. Бір нәрсенің түбіне пайымына жетіп шешім қабылдай беру оңай ғой негізі. Мен негізі өзімнің отбасымда үлкен бір қуаныш болайын деп отырмын. Соған дайындық барысымен де келе алмай қалған жағдай. Бұл тек қана ара қатынасқа ғана байланысты. Бүгін сіз үшін ерекше күн бе? Әрбір күн ерекше болсын. Иә. Үстіңізде киіміңіз әдемі екен, ерекше, басқаша. Солай. Сіздің қызыңыз, кстати, егер де мүмкіндік болса, мен ақш-та туылатын едім, қара нәсілді болып дейді. Ақш-та туылатын едім, қара нәсілді болып дейді. Сол менде сұрақ, егер де сондай жағдай болып қалған жағдайда сіз Мадинаны алатын ба едіңіз деп айтайын. Мен өзім сондай мүмкіншілік берсе, мен де сондай бірақ қазағын сатқым келмейді. Просто қиял ғой. Бірақ енді қиял ғой, сөйтіп айтып жатыр. Қазақ сонда ақш-та туылатын едім дейді. Жарайды, қазақ болып па десем жоқ дейді. Сосын қара нәсілді, қара болып туылатын едім дейді. Сосын айттым, демек сіз өзіңізді ақ қыз ретінде көресіз ба десем, күледі. Күшті. Сіз аласыз ба сонымен? Жақсы көріп басқа аласың. Аласыз, қара нәсіл болса да аласыз. Жақсы өзіңіз аласыз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы да, Аллаға шүкір. Демалысыңыз қалай өтті? Жақсы, күшті. Жақсы өтті ма? Сізге демалыстың қай түрі ұнайды? Қандай демалысты жақсы көресіз? Мен таза ауада демалған адам. Тауда сондай телефон жоқ жерде миымды демалдырып, энергия алып, демалған жақсы көресіз. Қолыңызда сиқырлы таяқша болса, не нәрсені өзгертетін едіңіз?
мә ол бүкіл барлық нәрсені өзгертуге мүмкіндік болса. ақша көп жүретін ақша көп вертолет алып сөйтіп қуатын Сондай тілектерді орындайтын едіңіз, иә? Айдос, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Пойдет нормально. Айдос, Деп айта алмаймын. сіз демалыстың қай түрін ұнатасыз? Қандай демалыс ұнайды Тауға сізге? шығу, жаңағыдай бос уақытымда спортпен айналысамын, жүгіремін, қалаларда. Негізі сол. Шынымен сондай демалыс сізге ұнайды? Кейде суббота барға барып қоятын бар. Жоқ, енді жассыз ғой онда тұрған. Кім қыдырмайды, бәріміз қыдырамыз. Негізі, тау мен бардың екінің арасы ғой, тотам, тоту. Бұлай, денсаулыққа да көңіл бөліп тұрасыз, мына жақта да ренжітпейсіз. Жоқ, құртпаймыз денсаулық, чисто денсаулыққа қарайтын адам мен. Солай екен, құрметті. Сіз үйде ерке боласыз ба? Кенжесім үйдің, бірақ еркесі емес. Еркесі емес. Солай екен, құрметті қыздар. Күтеді, Айдос сіздерді. Құймақ пісірудің шебері десең. Қалайсыз, Мадина? Көңіл күйіңіз қалай? Сөйтіп сіз Ернар мен Айсұлтанның ең жақын досына айналдыңыз. Ең жақын емес, жалпы досына. Досына айналдыңыз. Доспыз ғой. Доссыз. Бұрыннан бері доспыз негізі. Осы жолы құймақпен көріп қалады. Жалпы құймақты өзіңіз пісірдіңіз ба? Или сатып алдыңыз ба? Өзіңіз пісірдіңіз. Қандай тамақ түрін жақсы жасайсыз? Мен негізі повар жұмыс істегенмін. Біраз нәрсені білемін енді. Ең жақсы жасайтыным, наверное. Демек, жігіттің асқазанына, жүрегіне асқазан арқылы баратын қыздардың бірісіз. Жол тағуды білемін. Солай екен. Юлия, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Күшті. Мен ауырып жүрмін, бірақ көңіл күй. Мен айтамын ғой жаңа, я настроение хорошее из этого алып келдім деп. Отлично все. Еще мне новые босоножки, поэтому классно все. Айтады ғой, жаман адам аяққа қарайды деп. Сіз соған қаншалықты сенесіз? Мен сенбейтінмін, если честно, но кейде бүйтіп қарап взглядтарды көріп қаламын да, бүйтіп аяққа қарап қалатын. Но я из таких людей, которые не смотрю я сама. Но мен байқайды екен, почему-то мен аяғыма қарап тұрған кезде қарап қаламын. Содан тұжырым жасасақ, қарайды, значит. Қолыңызда сиқырлы таяқ болса, не нәрсені өзгертетін едіңіз? Әлемде ме или өзімде ме? Бәрібір. Әлемде болсын, өзіңізде болсын. Әлемде болса, өлімді алып тастайтын едім. Бірақ олай мүмкін емес қой. Өзімнен қазіргі таңда мен бетіммен проблема болып тұр, соны прям бір қалыпты қылатын едім. Бетіңізді жақсартатын едіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Қолыңызда сиқырлы таяқ болса, не нәрсені өзгертетін едіңіз? Онда мен ұлыма баратын. Ұлыңызға баратын едіңіз. Ұлыңызға бармағаныңыз қаншалықты? 2 айдан асты. Біраз уақыт өтіп кетті, иә? Қазір мамаңызбен бірге олыңыз. Аналар Айжан ханымды жақсы түсінетін шығар. Берса, аз ғана уақыт қалып, оған дейін тезірек бір жігіт келсе, сөйтіп, бір жыл отырғанын ақтап, тұрмысқа шығып кетсе. Қазір үміткеріңіз бар ма? Жоқ, қазір үміткерім жоқ. Құрметті жігіттер, тезірек асығыңыздар. Сағындырмай ұлына жіберу үшін Айжан ханымға жігіт керек. Солай ма? Зарина, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Зарина, сіздің қолыңызда сиқырлы таяқша болса, не нәрсені өзгертетін едіңіз? Адамдардың өкпе реніштерін жұқып жүретін. Өткеніне деген өкпе реніштерінің сөзі бәрі бақытты өмір сүреді деп ойлаймын. Егер адамда өкпе болмаса, бақытты өмір сүреді деп ойлайсыз? Ештеңеге алаңдамай, ауыр жүкті арқаламай жүреді да, алдыға қарап қана өмір сүреді. Зарина, сізді әлеуметтік желілерде пикми деп жатады. Соған қалай қарайсыз? Көз қарасыңыз. Мен байқағаным, кішкентай қыздар жазады екен. Пикми деген
сіздің ұғымыңызда иә сіздің менің ұғымыңызда ұғымымда андай жігіттердің вниманиесін талап етіп тұратын қыздар деп айтады да. Жігіттерге барып қылысып сондай жасайтын қыздар екен да. Енді білмеймін, ақталғым келмейді, кім қалай ойлайды солай ойласын, главное ниет қой. сіз қалай ойлайсыз құрметті Айсұлтан, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Демалысыңыз қалай өтті? Демалыс солай күшті өтті демалыс. Бүгін қандай тамақ жегіңіз келіп тұр? Жеп отыр? Жегіңіз келіп. Негізі шынымен тамақты ойланып деп тұрған жоқ, сәл-пәл кеше бірден күрсініп жеп қойдым ба, мазаңыз болмай тұр. Демалыс күшті өтті, айтпақшы, қолдаушылар сыйлаған алдында студия келді ғой. Не тамақ жегіңіз келіп тұр дегенге айтайын деген, Мадина аспаз екен. Бұрын повар болып жұмыс істепті. Соны айтайын деп қалдым. Мен де повар болып жұмыс істедім. Сіз де ма? Мамандым повар. Мәссаған. Демек сіз тамақты жақсы талғап, жақсы жасап білесіз. Білемін, мен біреуге жүгінбей өзім ақ істесін алып келдім. Солай екен. Қабат деген ай. Солай.